Жұмыр жердің 33 елінде 5 миллионға жуық қазақ тамырын тереңге жайып, ұрпақ өрбітіп отыр. Олар ата жұрттан безіп, жер үй іздеп кеткен жоқ. Тағдырдың тәлкегімен алмағайып заманда шет асып, жырақ кетуге мәжбүр болды. Сол қалың қазақтың үлкен шоғыры Монғолияда тұрады. Тілі мен ділін сақтап, дәстүрін берік ұстанған халық. Тарихи деректерге жүгінсек, Монғолияға қазақтар алғаш 1860 жылдары қоныс аударған. Қытай мен Шығыс елі арасындағы шекара 1930 жылға дейін ашық болғаны белгілі. Осы уақытта мал бағып Алтайдың күнгейі мен теріскейіне көшіп қонып жүрген қазақтың бір бөлігі Монғол билеушісінен арнайы жер сұрап, Алтайдың арғы бетіне көш аударса керекті. Керейдің үлкен жаңағы батыр дейміз ба, жылқышы деген кісі болған, батыр көгеш деген кісілер болған. Осы кісілер бастап жаңағы Алтай жағынан, Алтайдың арғы бетінен мына Қобда бет деп айтамыз, Монғолияның батыс өлкесін. Осыған жер шалып кеп, сонда тұратын жаңа Уранхай деген ұлыс болған. Солардың үлкен нояндарымен танысып, тамыр болып. 1940 жылы сол жердегі қазақтардың басшылығымен және әкімшіліктің қолдауымен ұзын саны 40 мыңға толмайтын қазақтар жеке ұлттық аймақ құрды. Ол қазіргі біз бақ қонған өлке, бай бесік деп әспеттейтін Монғолияның киелі Баян өлгей жері. Бүгінде бұл қазақ аймақта 130 мың қандасымыз түтін түтетіп отыр. Алтайдағы ағайынның амандығын білмекке біз де жолға шықтық. Алайда осы жолы малшы ауылға емес, орталыққа барғанды жөн көрдік. Мақсат, кіндік қаны өзге елдің топырағына тамса да, қазақ баласы деген атқа лайық болу үшін барын салып жүрген бауырларымызбен танысу. Соңғы деректер бойынша, Ұлан Батыр маңайында 6 мыңдай қазақ тұратын көрінеді. Соның дені Налайхан деп аталатын шағын қалада. Нақты саны 867 отбасы. Қалаға келіп тұрып, мұндағы ағайынға елден сәлем сауқат айтпай қалай кетпекпіз. Аузын ашса, жүрегі көрінетін мейірім байқадық халқынан. Сандығына сақтап отырғанын мейманына беруге дайын. Дастархандарың асқа толсын, үйіштерің басқа толсын. Кең пейіл берсін, кетпей сәрістірсін. Аллах акбар. Біз түскен алғашқы үй сатып алды Түсіпжанұлы Ақсақалдың шаңырағы. Осы өңірге аты белгілі тұлға. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан демекші, мекен жайдан жаңылмай келіппіз. Өйткені, жергілікті қазақтарды сатып алды Түсіпжанұлы қариядан артық білетін адам жоқ дейді мұндағылар. 12 рудың шежіресін жазған Ақсақал өзгеге де, өз ұрпағына да 7 атасын жаттатып келеді. Келешегі ұрпақ үшін Налайхан қазақтарының шежіресін жазайын деген ой туды. 9 жыл материал жинадым. Материалда осында жұмыстап тұрып кеткен, елге кеткен кісілерден, мысалы сұрап, Қазақстанға кеткендерден сұрап, архивтің материалын, Налайханның архиві материалын 31 жылдан бері қата соны тердім. Моңғол халқы
Налайхан деп атайтын шағын қала көмір шахталарына бай екен. Жер қазуды өз діндеріне жат санайтын моңғолдар қара жұмысқа жарамаған соң, мұндағы көмір өндірісіне қазақтардың қосқан үлесі ұшаң теңіз көрінеді. Осындағы көмір кеніштерін ең бірінші болып игергенде баян өлгейлік қазақтар. Налайханға келген қазақтардың кәсіп дегенде тек шахтадан басқа өндіріс болмаған. Сол шахтада жер астында денелі еңбек істеген. Налайхан шахтасы жұмыстап тұрған 70 жылдың ішінде 9 батыр, 9 еңбек ері деген сөз, еңбек сіңірген кенші атағын алған қазақтар болды. Күллі Моңғолияны жылтып отырған Налайханның көмірі осы. Ибрахим ақсақал біздің келетінімізді естіп пешті жағып қамданып жатыр екен. Моңғолияның қысы қатал екенін естіп, барымша оранып келсек те, аяз бетті шымырлатты. Алайда мұндағы қазақтың әр үйінде ерекше жылулық сезіледі. Кестеленген төсек жапқыш, түскиіз, сырмақ пен алаша. Бұл керей қалпақ пен қазақы шапандардың барлығы Сайлау апайдың қолынан шыққан бұйымдар. Анадан дарыған өнерін 50 жылдан бері жанына азық еткен қолөнер шебері талай додаларда топ жарып жүр. 6 қызы, одан қалды, ынта білдірген қыз келіншектерге ұстаз болған Сайлау апай өнері арқылы ұлтын дәріптеуді көздейді. Ерте кезден әжелерімізден ұққан ісімізді қазір шетелдіктерге көрсетудеміз. Америкадан, Японнан келеді туристер, саяхатшылар. Сол қолөнерімді сол елдерге көрсету, қазақтың атын шығару, қазақ әйелі қандай мықты, қандай қайраткер деген осы істе мен бағалаймын. Бейілі кең, көңілі шалқар көлдей Налайхан қазақтары да тойшыл келеді. Себебі Налайхан сөзін қазақшаға аударсақ жадыра және кең деген мағына береді. Той халықтың қазынасы, той дәстүр, той сыйластық, тағылым түйдіретін, тектілікке баулайтын тәлім тәрбиенің мектебі деп біледі мұндағылар. Баба салты мен жөн жоралғысын сақтап, әр қуанышын дүркіретіп атап өтеді. Сондай бір тойдың куәгері болдық. Қазақтың жігіті қазақтың қызымен шаңырақ көтеріп жатыр екен. Бізді қуантқан тағы бір жайт, мұндағы қазақтар қызын өзге ұлтқа бермейді. Тектіліктерсіз. Бұл да мұндағы қауымның дәстүрге беріктігін байқатса керек. Дәстүрімізді сақтау үшін осы той сарай деген ашқанымыз болатын. Қазақтар бірін-біріне үйлену үшін деген секілді той сарай болса, балаларда енді үйлену тойын беташарын істету деген секілді, қандай қызды қайтып шығару керек деген секілді, соның бәрін енді салт дәстүрін ұйымдастырып келе жатырмыз. Bismillahirrahmanirrahim. Mına benim bol demez. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bolu deyip ayday kelinlerimizden bedin aşuğa ruhsat edinizler. Şapanak şaşı verin. Налайхандағы көп ағайынның бірді екісімен тілдесі біз қайта жолға шықтық. Қайда қарасаң да керілген кең дала. Сары жондар мен мөп-мөлдір көк аспан тек моңғол еліне тән көрініс. Үлкен үстіртте ағараңдап тұрған алып мүсін алыстан көзге көрінді. Бұл Шыңғыс ханның ат үстіндегі ескерткіші, биіктігі 40 метр.
Әлемдегі ең зор деген салтатты ескерткіштердің өзінен 2 есе үлкен деп мақтанады моңғолдар. Биігіне шықсаң, ұлан-ғайыр далаға көз тастайсың. Аңыз бойынша, Шыңғысхан жарты әлемді жаулап алуына көмектескен алтын қамшыны дәл осы жерден тауып алған деседі. Дәл осы Сонжин Болдок аймағынан бері жүрсеңіз, Тоныкөк жазбаларына кезігесіз. Ел астанасы Улан-Батырға да келіп жеттік. Соңғы деректер бойынша мұнда 8.000-дай қазақ бар екен. Іскер, ғалым, тіпті депутат пен министр де осында. Біздің фильмнің келесі кейіпкерлері де сол азаматтар. Бұл осы шаһардың ең көрікті аудандарының бірі. Елшімен кездеспекке бел будық. Қазақстан мен Моңғолия арасындағы достық қарым-қатынас орнағанына ширек ғасыр. Елдестірмек елшіден демекші, Қалыбек Ибрагимұлы екі елдің байланысын бекемдеуге үлес қосып жүрген кәсіби дипломат. Қазіргі таңда Моңғолия өлкесінде 100.000-нан астам қазақ тұрады. Қазақ ағайындар, оның 90.000-нан астамы Баян-Өлгей аймағында тұрады. 6-7 мыңдай қазақ ағайындар Қобда аймағында тұрады. Парламентте 2-3 депутат қазақ ағайындар отыр елдің парламентінде. Генералдар шықты. Оның үстіне қазіргі кезде депутат әрі министр құрылыс саласының өкілі Бәделхан ағамыз бар. Мемлекеттік басқару академиясының басшысы Зұлфықар деген ғалым жігіт бар. Құрметбек Байтазаұлы біздің қазағымыз. Басқару академиясы партияның жоғары мектеп болған социализм кезінде. Елші айтқан ғалым жігіт осы. Зұлфиқар сыртқы Моңғолия үкіметі жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ректоры, әлем танушы, Түркияда білім алған, Кембриджде ғылыми жұмысын қорғаған. Қазір Моңғолия еліндегі ең беделді оқу орнын басқарып отыр. Ғылымынан бөлек, қоғамдық жұмыста да белсенді. Осындағы ағайынның мүддесі үшін жасалып жатқан жобалардың бел ортасында жүрген беделді азамат. Біздің бір қоғам бар, ел бірлігі деген. Сол ел бірлігі деген қоғам арқылы біз қазақ тілдің курс жүргіземіз. Домбыраның курсын жүргіземіз деген секілді. Осындай жағдаймен ол қалалық жерде қазақтың тілін, салтын, дәстүрін енді сақтап қалу жағынан өзіміздің жүріп жатқан әрекетіміз бар. Біз жыл сайын бір 50-дей студентке стипендия береміз. Ол қазақ тілдің курсы енді белгілі уақыттарда жүргізеді. Өткен жыл мәселе біз бір қазақша халал дейміз, сондай бір балабақшасын аштық. Балалар, бүгін қазақ тілі сабағын көреміз. Қазақша өлең жаттаймыз. Бұл қара көздер өзге елдің ауасын жұтып, суын ішсе де, ұлты қазақ, ана тілінің қазақша екенін жақсы біледі. Тілдерінің таптаза қазақша шыққанын көріп, көз сүйсініп, көңіл қуанады. Жат емес екенімізді сезді ме? Әйтеуір, камерадан жатырқамай, өнерлерін жарыса көрсетті. Ал мына бүлдіршіннің 4 шумақ тақпағы туған тілдің қадіріне жетпей жүрген арадағы кейбір ағайынға жолданған сәлемдей болды. Аталы сөзді құлағыңа ілмесең, ана тілі менсін бізің тілдесең, абайдың бір шүйін жатқан несең, қазақ тілінде өтпей қой бауырым. Абай атасының сөзін жаттап, Шәмші атасының әнін тыңдап толымды қыз айдарлы ұл өсіп келеді. Алтайдың арғы жағындағы ата жұрт бар екені жақсы біледі бұл бүлдіршіндер. Өйткені үйде де, түзде де аталы сөзді, арғы тегін құлаққа құйып, жүрекке сіңіріп отырған ұстаздары, ата, әжелері бар. Балаларға кішкентай күннен бастап қазақша сөйлейміз. Бұларға қазақша өлеңдер, әндер жаттатамыз. Абай атамыздың өлеңдерінен
жаңағы өзүндөрүнүн жаштарына карай ар түрлүү казак өлеңдер, әндер үйрөтүп отурабыз. Бұл орынның жаңағы даяшылығы өте жақсы. Қазақ тілінде өзіміздің қазақ мұғалімдер сабақ үйретеді, сабақтың алдындағы тәрбиесін беретін осындай бір жақсы ұйым екен. Шетте жүрсе де қазақтың туын жықпай жүрген қандастарымыздың бірі Бәделхан Қабдісләм. Соңғы 25 жылда қазақтардың арасында ұлы мемлекеттік хурал депутаты мен құрылыс және қала даму министрі дәрежесіне жеткен азамат. Елден іздеп келгенімізді естіп қуанып, жиналысын ортасынан үзді. Ата шаңырақтың амандығын сұрасқан соң, әңгіме ауанын елдегі ахуалға бұрды. Моңғолияда қазақтардың күйі жаман емес дейді министр депутат. Ат төбелінде азғана ағайынның бірлігі жарасқан, бір үйдің баласындай бір-бірін қолдауда тартынып қалмайды. Біз енді бала кезден мына Моңғолияда Байөлге деген қазақ аймақ бар. Сол қазақ аймақта туып өстік. Бәріміз сол жерден оқып, мына 10 жылдық білім алдық. 5 балам бар. Балалардың бәрі қазір қазақша жақсы сөйлейді. Біз бала кезде мына Абай романын оқып өстік. Сол кезде Қазақстаннан бізге мен журнал келіп тұрды, оқып тұрдық. Негізі мына Моңғолияда қазақтар өзінің қазақи дінін, дәстүрін жақсы сақтаған осындай қазақтар деп ойлаймыз. Моңғолияның заң бекітетін органында беделді қызмет атқарған тағы бір қазақ бар. Бакей Ақпарұлы. Парламентке 2 мәрте депутат болып сайланған, Шыңғыс елін мойындатқан 2 қазақ академик болса, соның бірі осы азамат. Негізгі мамандығы ауыл шаруашылық саласындағы экономист. Моңғолия 1991 жылға дейін КСР ықпалында болған мемлекет. 16-шы республика деген бейресми атауы да содан қалған. Мал шаруашылығы моңғолдың да, осы жақтағы қазақтың да ата кәсібі. Одақ кезінде Моңғолия орталыққа жылына 40 000 тонна ет жөнелтіп отырған. Қазіргі мұндай белсенділік байқалмайды. Дегенмен, мал басы артпаса азайған емес. Қазірдің өзінде шамамен 70 миллионға жуық мал басы бар. Біз салт дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Әсіресе көшпелі халық. Сол жөнінде мына жайлы мал шаруашылығының оның экономикалық тиімділігі, малшылар үшінгі тіршілігіне қандай әсер етеді, қандай келелі мәселелер бар. Осының шешетін негізгі ғылыми негіздерін осы анықтап бердім. Осы Моңғолия еліндегі сол менің ғылым саласына қосқан үлкен үлесім болды деп табылады. Бұл жөнінде ғалымдар көп бағалады. Улан-Батор сәулеті мен дәулеті келіскен қала. Зәулім ғимараттар әлемдегі ең суық Астанаға жылулық беріп тұрғандай. Шаһардың көрікті жерлеріне тамсана жүріп, маңдайшасындағы атау қазақша жазылған мына мейрамхана көзімізге оттай басылды. Жанымызға жақын бес бармақ деген сөзді көріп ішке кіруге асықтық. Табалдырықтан қазақтың баласы күтіп алып, төрге шығарды. Сөйтсек, 22 жастағы Ердәулет осы мейрамхананың иесі екен. Елден жырақ жүрсе де, қазақы дәмді дәріптеуді мақсат еткен. Ашылғанына бірнеше апта болған қазақ мейрамханасына жергілікті жұрт та жиі бас сұғатын көрінеді. Жаңағы бұнда келіп жатқан адамдардың көбісі негізі 50-50 қазақ, моңғолдар екеуі де келіп жатыр. Моңғол ағайындарымыздың келіп жатқан себеп болғанда жаңағы олар біздің қазыны қатты ұнатып жейді. Қазы жаңағы бес бармақ сияқты тағамдарды, ет тағамдарын қатты ұнатып жейді. Бұл кішігірім сахнамызға келген адамдар жаңағы домбыраны ұстап, киім киіп, жаңағы суретке түсіп жатады. Домбыраның келесі жағында тұрған мөрінхор деген моңғолдың ұлттық аспабы, біздің домбыра сияқты. Бұның себеп болғанда жаңағы қазақ пен моңғол осы бір елде жақсы бірлікте өмір сүріп жатыр дегенді білдіретін белгі.
Моңғол халқы етті қазақтан кем көрмейді дейді Ердәулет. Әсіресе қытымыр қыстың күндері жылқы етіне сұраныс жоғары. Келген қонақтар біздің тамағымызға дән риза, тамақты жақсы сүйсініп жейді. Осы тамаққа тапсырыс көп бізде. Шетелдік технологияларды Моңғолға енгізу, соны компанияларға үйрету, керектендіру басқа мақсатымыз. Ал бұл Моңғолиядағы ең алдыңғы IT компаниялардың бірі. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды мақсат еткен басшысы Ғаділбек Сайлауұлы. Қандасымыз 15 адамды жұмыспен қамтып, жергілікті жастарға ақпараттық технологияның тілін меңгеруге қолғабыс етіп жүр. 21 ғасырдың мамандығы саналған кәсіптің қыр-сырын өзі шетелден үйреніп келген. Қазір білгенін өзгелермен бөлісіп жүр. Нарықта бәсекелестері көп емес. Өйткені қандасымыз бұл саладағы алыптармен серіктестік орнатып, қатарластарынан оқ бойы озық тұр. Қазіргі жағдайда болғанда компания Microsoft компаниясының партнер ретінде жұмыс істейді. Microsoft'ның жаңа жоғарғы технологиясының Моңғолдың халқына, соның ішінде жаңа Баян-Өлгей шұңқырдан шыққан өзіміздің қазақ азаматтарға оқыту, солардың дүние жүзіне сай, бәсекеге сай адамдар дайындау үшін атсалысып жатырмын. Өте қуаныштамын. Бізде балаларымыз Моңғол мектепте оқып жатыр, бірақ үйде қазақша сөйлейміз. Екі баламыз да қазір моңғолшада, қазақшада. Көбінесе үйде қазақша сөйлеп, қазақ тілін ұмыттырмау. Қазақ баласының қолынан іс келетінін дәлелдеп жүрген қандастарымыздың бірі Ерлан Амит. Пластикалық хирург, Корея, Қытай, түрік елінде тәлім алған. Бос уақытында жүйрік жарыстырып, асау байлағанды ұнатады. Өзінің мол тәжірибесі мен біліктілігі арқылы талайды шаң қаптырып жүр. Өткен жылы Моңғолияның үздік хирургы реалити шоуында жеңімпаз атанып, 5 миллион тугрикті қанжығасына байлаған. Дәрігерге науқастар айлар бұрын кезекке тұрады. Іс жүзіндегі шеберлігін біз де байқап көрдік. Халықтың көңілін толтыру үшін қолымыздан келгенше жүріп жатырмыз. Оғанда халқымыздың көңілі толады. Қазір мысалы өзіміздің қазақ кісілер келіп жатады, қолымдан келгенше жүгіріп, барлығын көмектесіп, операциядан кіріп беріп, бірде болсын адамды сауықтыру үшін жүреміз. Онымызға халқы ризашылығын мәңгілікке білдіріп жатады. Өзімізді қазақ екенімізді ұмыттырмай, басқаға қазақ екенімізді таныстырып жүреміз, таныта жүреміз, білдіре жүреміз. Екінші еліміз болса да, бұнда біз өзіміз тікелей қазақтық мінезімізді, қазақтық діни салтымызды әрқашан алып жүреміз. Біз сұхбаттасқан қандастарымыздың ортақ ойы осыған саяды. Жат жұрттық демеңіздер, шетелде ес білді дегенде күдік болмасын. Атаның қаны мен, ананың ақ сүтімен дарыған ұлттық құндылықтарымыздан ешқашан ажырамаймыз. Елдегі ағайынға осылай деп сәлем айтыңдар деп өтінді. Аманатқа қиянат жоқ. Біз де осы пәлсапалы ойды жеткізуге тырыстық. Сапарымыздың соңында Моңғолияда тағы бір қазақ шаңырағының көтерілгеніне куә болдық. Тағы бір түтін, тағы бір қазақ отбасы отау тікті. Жаңада жас шаңыраққа баянды бақыт тілеп, біз елге жиналдық. Алда кезекті сапар, қиырдағы қазақтардың тарихын іздеуді мақсат еткен тағы бір іс сапар. Себебі қазақтың тарихында қазақ ұялатын ештеңе де жоқ. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал осы тарихты түгендеу біздің мақсат.